Ал енді мен сіздерге бүгін кабинет продавцаны таныстырғым келіп отыр, және оның ішінде настройка складты енгізетін боламын. Ол үшін ең алдымен кабинет продавца бөлімімен таныс болыңыздар. Бұл жерде келіп түскен заказдарыңызды көруге болады, товар енгізуге болады, және контроль качества, яғни рейтингті қарауға болады. Сосын настройка, яғни осы жерден біз сіздермен қазір, яғни продавец орнын, яғни қай жерде товар сатасыз, сол жерді көрсететін боламыз, енгізетін боламыз. Көрсетілген сіздің ID номерлеріңіз көрсетіледі, және мына жерден настройки бөліміне кіріп склад и магазины деген бөлімді таңдайтын боламыз, және осы жерден добавить склад магазин деген мына жерге өздеріңіздің ID номерлеріңізді көрсетесіздер. Және мына жерде сіздер қала көрсетулеріңіз керек, өздеріңіз қай қалада орналасқансыздар. Елеңдеп көрсетейін. Мына жерде склад деген түймешені бассаңыз, сізден складтан товарды алып кетуге болады, яғни өзі келіп алып кетуге болады. Егер сізде өзіңізде склад болмаса, магазин болмаса, осы галочканы қоймау керек. Егер сізде өзіңізде точка болатын болса, ол точканы көрсетіп, мына жерге адресіңіз болады, яғни ештеңе көрсетпейсіз. Сосын сіз онлайн ғана жұмыс жасайсыз. Мына жерде жұмыс істейтін уақытыңызды көрсетуіңіз керек. Мысалы үшін 9:00-ден сағат нешеге дейін істейсіз. Мысалы үшін 17:00-ге дейін, яғни 5-ге дейін. Осылай әрбір күндерді детальный дейтін болсаңыз, әр күндерді осылай детальный қарастыруға болады. Суббота, воскресенье сізде демалыс па, значит мынау галочкаларды алып тастайсыз, яғни выходной болады. Егер сізде осы жерде галочка тұрып сағат 11-ден 9-да заказ түсіп, сіз оны 10-да қабылдайтын болсаңыз, сағат 11-ге дейін товарды складқа жеткізіп беруіңіз керек, яғни Каспийдің доставка жасайтын складына. Егер сізде 11-ден кейін заказды қабылдайтын болсаңыз, онда сіз сол товарды ертеңгі күні жеткізсеңіз болады. Яғни бұл үлкен рөл ойнайды, яғни сіз выходной болған күндеріңізді жаңағыдай сізге тапсырыс беруші біліп отыру керек. Егер сізде выходной емес, жұмыс күні болып 2-3 күннен кейін товарды көріп қабылдайтын болсаңыз, онда сізге Каспий рейтингіңізді түсіріп тастауы мүмкін. Сонда осыны детальный қарастырып алғандарыңыз мүмкін. Осы жұмыс уақытын барлығын детальный көрсеткеннен кейін сохранить деген батырманы басасыз. Адрестеріңізді көрсетесіз. Мысалы үшін жерде складыңызды белгілеп, өзіңіздің мекен жайыңыз көрсетуіңіз керек қаскелең бойынша. Мына жерде ID номерін жазасыз. Оның барлығын жазғаннан кейін мына жерде сохранить деген бөлімді басасыз. Солай сіздің товарыңыз енгізіледі. Егер сіз склад осындайда енгізбейтін болсаңыз, және егер сіз осы складты енгізбей товарды жүктеп қойсаңыз, сіздің товарыңыз Қазақстан бойынша көрсетілмейді. Яғни ең алдымен сіз осы складтардың барлығын енгізіп алуыңыз керек, жаңа жоғарыда көрсетілген. Осылардың бәрін жасап болғаннан кейін сохранить деген батырманы бассаңыз, сіздің осылай адресіңіз сақталады. Міне активен болып сақталып тұр. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға